Каспий KZ'тегі магазинде тауар қалдығының санын қалай көрсетеді? Қанша тауар бар екенін көрсете аласыз. Клиенттер Каспий KZ'тегі магазинде қоймада бар тауардан артық тапсырыс бере алмайды. Демек, сізге қолда жоқ деген себеппен тапсырыстардың күшін жоюдың қажеті болмайды. Осылайша, жұмыс сапасының көрсеткіштері сақталады. Тауар біткен кезде, ол сатылымнан автоматты түрде алынып тасталады. Тауарды қосқанда немесе оның бағасын өзгерткен кезде қалдықты көрсете аласыз. Ол үшін Каспий Pay мобильді қосымшасында магазин сервисін ашыңыз. Тауарлар бөліміне өтіңіз. Қажетті тауарға қарама-қарсы 3 нүктені басып, бағасы мен қалғанын өзгерту деп таңдаңыз. Тауардың қалғаны жолын толтырыңыз. Өзгерістер 15 минутта көрсетіледі. Тауар біткен кезде сізге Каспий Pay мобильді қосымшасына бұл туралы хабарлама келеді. Тауарды қайтадан сатуға шығару үшін оның қалдығын жаңартыңыз.